Сәлем достар, сіздермен бірге Надитока арнасы. Бүгінгі видео бізде ауылдағы өмірдің екінші бөлімі болатын болады. Ардама тіркеліп лайктарыңызды басып, подписканы басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Достармен сериалымды бастайтын боламын. Достар, кеттік. Мұндай кездерде күнде ашуымды келтіретін болып жүр. Осы қыз үнемі мені шаршатудан басқа не біледі? Так, жарайды, не кисем болады, шаршап кеттім. Жарайды, мынаны кие салайыншы. Енді боянып алсам екен, білмей тұрмын. Так. Жарайды, хотя бы шашымды тарап алайын. Менің бір бизнес бастасам қалай болады? Так, енді қалай айтсам екен? Андай шетелге барып, сол жақтан товарлар әкеліп. Так, қалайсың? Жақсы ұйықтап тұрдың ба? Конечно, қандырдың ба, мен деген. Жақсы ұйықтап тұрғаныңызға қуаныштымын. Жаңалықты естіді. Қандай жаңалық айтатындарыңызды мен біліп тұрмын. Тоғыспен айтпай қойыңыздар маған. Ой, бұл қызға сіздер айтатын жаңалықтарыңызды айттым. Вообще-то бұл ауылға бармаймын. Қалада қаламын, мен қаланың қызымын, өзінше болып отыр. Ой, айттым ғой, бұл қыз бармайды. Айтқанын істетпесе, жүре алмайды. Болды, қойыңдаршы. Үлкен қызыммен өзім сөйлесемін. Сендердің вообще-то шаруам болмасын. Ой, бай, жарайды, тыныштал. Қазір. Ладно, одан сендерге бір нәрсе айтайыншы. Айтта ғой, қызым, айт. Тағы не айтайын деп тұрсың, айта салшы. Ну ладно, тыңдайық сен не айтатыныңды. Жарайды, тыңдайықшы, не айтады екен? Сауырлықтай қызық шығар бұның әңгімелері. Не деген тыңдамайтын қызсың, Альмира. Мені де осы мен кей-кездерде үйдің үлкен қызы болып кей-кездерде туған кей-кездерде өкінем. Осындай әсіресе стройкам барына. Енді мен сондай қызбын. Мен қалай туылдым, қазірде солай жүрмін. Құдайға шүкір, сіңілім барына қуанса кішкене. Болды, Альнура болды, тынышталды. Альнура не айтады екен, маған да қызық болып тұрған шамалақ. Қане айтшы ал, тыңдайық. Енді мен білмеймін, сендердің ойларын қандай болатынын. Тыңдалатын айтта салайын, шұқырсын. Шыдай алмай бара жатырмын. Мен бір бизнес бастағым келеді. Биікке қойдақта елемін ал бала. Не? Не деп тұрмын, бизнес несі? Бизнес бағызым, бастай ғой. Баста. Шын айтырсыз ба? Әйтке. Негізіне бизнес бастауға қарсымын. Бізде ақша тауып жатырмыз, еңбектеніп жатырмыз. Біздің үлкен отбасылық компаниямыз бар. Сол ақшада жетпей ме саған, сен қызға? Міне, осы бір анам қарсы болып отырады. Ошын шетелге кетемін. Сізге отбасы барыны мен өкінемін. Мен ауырып алға қарай кішкене болсын қолдап, қызым бар, жұмыс жаса, еңбектен, бизнес баста, сен қолынан келеді деп айтқан орны сіздер не дейсіздер? Әрі ұшсасыздар, бірдеңе болды, кәдімгі біз бай емес, бір ауылда тұратын адам сияқты ұшсасыздар ма, бір кейде қожалақ сияқты біз.
болды, тынышталыңыздаршы, не болып кетті өзі. Бір ауылға барыңдар десек те тілді алмайсыңдар. Бір ана телефон көріп жаттасыңдар, бір ештеңе істемейсіңдер. бір қызметші жалдау керек, оларға шаршап кеттім осы кезде. Мен тыңдамасаң өзің біл, қызым. Мен саған айттым не, айтпадым не, бәрібір. Мен саған жамандық ойлаған емеспін. Мен саған тек қана жақсы ойлаймын. Аналар деген өз баласының жамандығын еш қоймайды, яғни жамандық ойламайды. Өзің біл, бизнес бастайын десең бастай бер. Бірақ мен қарсымын. Егер бизнес бастасаң бұл үйге келме. Мен сені өз қызымдай көрмеймін. Егер ауылда тұрып, сол жақта бизнес бастасаң, мен маған қарсы емеспін. Бірақ өзің егер шетел жаққа кетемін десең, кете бер қазір. Бірақ бұл үйге еш келмейсің. Бізді де ұмытасың. Сен шетел бизнес деп жүріп, бізді де ұмытып кететін шығарсың. Әне осы бір бұлар ауыршыда айтуға болмайды. Бірдеңе болса көңілдері түсіп сырқаттанып қалатындары бар. Кетіңдер шығар, мен ауылға да бармаймын. Мен только шетелге барып, мен өзім дамимын, өнемін, өсемін, жетілемін. Ол үшін ауылға барсаңыздар бара беріңдер, бірақ мен айтқанымды істетпей қоймаймын. Кеттім. Ол енді шетелге барам дейді, бірақ бұл қызды шетелге жібермеуіміз керек. Мен қызыммен оңашада сөйлесемін, сендер алаңдамай жұмыстарын істей беріңдер. Жарай ма? Жарайды, онда мен жинала берейін ауылға. Жинала бер, қызым. Әкелерің сендерді апарып тастайды. Жоқ, апармаймын. Мен оларды пойызға салып жіберемін. Пойызға билет алып қойған болатынмын, 2 адамдық. Енді соны барған екеуі. Қырылыспайсыңдар ғой, қырылыспайтын шығар, үлкен қыз болды дегендей. Қазір мен қатты сырқаттанып тұрмын. Ауыры ыстық шығайын деп тұр-ау деймін. Қызым, сен дене саласың ау, немесе қызметші жалдайық осы үйге. Қызметші жалдай салайық, себебі менің қазір жұмыстарым өте көп болып тұр еді. Істейтіндер. Террасыға кеп берейін ба? Жоқ, керек емес. Басыма басыма яғни салқын сумен басып қойсам орамалмен. Ыстықты басылар. Жарайды онда. Мен демалайын. Сен жұмысыңа бар, отағасы. Кеттім. Альнура, қызым, тұра қойшы өтініш. Мен саған бір нәрсе айтайын деп едім. Не болып қалды тағы да ке? Папа, зачем тұрғызып жатсыз мені? Демалайыншы. Шашып жатырмын. Қызым, мен саған бір нәрсе айтайын деп едім. Мұқият тыңдай қойшы, айналайын. Жарайды, айта беріңізші, тыңдап тұрмын. Бүгін кешке сендер мен ауылға барасың, жарай ма? Не, ауылға барады деп тұрсыз ба мені? Ауылға бармаймын мен. Вообще-то сондай, почему ты шығарып алғансыздар? Вообще-то ауылға барып көрмегем. Қызым, сен әкеңнің қызы емессің бе? Әкеңге бір өтінішін орындай қойшы. Ладно. Бірақ қанша күнге? Енді қанша күнге дегенде. Так, ладно, бір аптаға. Бір апта? Шын ба? Или өтірік айтып тұрсыз ба? Жоқ, шын айтамын. Шыны болсын, бір апта қайтасыңдар да келесіңдер қайттан. Жарайды, айтқаныңыз ақ болсын. Әмбесінде бұрынғы заманда білесің бе?
Ауылда свет болмаған, ал қазір дамыған заман. Свет, интернет бар ол жақта. Шын ба? Өтірік емес пе? Өтірік емес, конечно, жаным сол. Бірақ менікі Билайн. Билайн істемейтін шығар. Билайн ба? Жоқ, Билайн істемейді. Тойласына промалын табамыз. Онда барып мен киімдерімді жинайын. Жарайды қызым, сете ғой. Онда бүгін кешке пойызбен кетесіңдер. Жарайды. Неге қызыл болып кеткен бетіңіз? Көндірдіңіз ба Альнураны, яғни тот әпкемді? Я көндіріп қойдым. Ол енді бір аптаға барасыңдар ғой. Бір аптаға? Ну ладно, мен енді бір аға дейін барамыз ба деп ойлағанмын. Енді бір аптаға барасыңдар, енді біз әпкең өтірік айтсам, оларың жұқат, содан кейін сенбей қоятын маған. Жарайды. Айтпақшы, онда мен киіне берейін. Киімдерімді жинап істей берейін. Сөйте бер, қызым. Жарайды ма? Киім күшті ғой сенің. Әйтте, мен ауылда интернет бар деп тастап, сол үшін ғана бара жатырмын негізі. Бәсе. Сен отыра тұршы, мен жинап тастайын. Аха. Так. Кешке тамам баратындықтан осы киімімді киіп алайын. Кетсе суық болып кетеді, маған деп пижамамды киіп ал. Так, мынаны, и потом мынаны, и мынаны. Так. Почему тапки? Неге киімді киіп алдыңыз жұмыссыз? Аба. Киіміңізді қалай аламын мен? Кешіршін, қайдан білемін мен? Киіп алыппын. Киімеңіз мен киімдерімді. В общем, мен киімдеріме жуамаңызшы. Так. Мынау менікі емес. Мынау менікі. Болды. Енді бәңіз. Так, мен енді манжерден осында олай. Мынау. Болды, осынан алам. Ал мен дайынмын, айтпақшы, мен көтілерімді киіп алайын. Так. Мен дайынмын. Енді сіз дайындалыңыз. Сен қуанып тұрған шығарсың ауылға барамын деп. Конечно, достарымды өте қатты сағындым. Көрін бақыт тұрсың ғаным. Так, онда мен мынаны киіп алайын. Так, мынау. И мынау. Сенің көпшілік киімдерің аз ғой. Енді айналайын. Енді киімдерім аз ғой. Мен кішкене ойлансай. Так болды. Тут жабылмай тұрған болды. Мен де дайынмын. Біздің шкаф деген пустой олай, пустой. Кеттік енді. Кеш болған күтейік та. Кетейік тезірек.